1, 2. Енді нарта жоқ қойын. 1, 2, 3. Клоундардың бәрін жоқ қыл. Ау, не болды? Анаяқта клоун көрдік, есік алдыда. Әдемілеп қойып қойшы. Клоун көрдім, есік алдыда клоун тұр. Клоун тұр? Қандай клоун? Кәдімгі клоун. Дәума кішкентай ма? Көрікші жүр. Қандай біздің көшеде ондай клоун жоқ еді ғой. Қана, жүр кеттік. Сыртқа шығып көрейікші. Өзі кіріп келе жатыр ғой. Осы клоун бақ бұта көргендерің? Осы ма? Мен клоунмын. Клоунға қақтан жүр екен. Мен клоундар мекенінен келдім. Ақбота? Жоқ болып кетті ғой. Демек ол сиқыршы клоун болған ғой, жоқ болып кетті ғой. Нақта тұр ғой Ақбота? Нақта тұр клоун. Бағана клоунға тура сол клоун, Ақбота? Мен сиқыршы клоунмын, сендердің қалаған тілектеріңді орындай аламын. Ақбота не етсек болады? Кез келген нәрсені істей аламын дейді ғой. Кез келген армандарын орындай аламын. Тәттілер ма? Бұлардың бар арманы сол тәттілер. Тәттіге тоймайды біздің қыздар. Қандай тәттілер айтамыз? Адя, сен не жегің кеп жатыр? Именно қандай тәтті жегің кеп жатыр? Мармелад пен барма? Қандай нәрсе? Мармелад жегісі кеп жатыр екен Ақботаның. Адяның. Ақбота сен ше? Барни жегім кеп жатыр. Барни жегің кеп жатыр. Давайте айтамыз бізге барни мен мармелад шығарып бер деп айтамыз, Кәні. Клоун бізге барни мен мармелад шығарып бер. Қай жерден шығарайын? Мына жақта. Столдың үстіне, барни мен мармеладтар шығарып берші бізге. Кәні қалай шығарып береді екен, көрейікші. 1, 2, 3. Мармелад. Бұл қайсынан біреу-ақ айттық біз. Көп керек па? Иә. 1, 2, 3. Вай! Көп шығарып берді ғой. Адяға екеу, Ақботаға біреу шығарып берді. Тағы мармелад айттыңдар сендер, Тағы мармелад айтты, Кәні. Үшеу шығарып бер. Үшеу керек па? 1, 2, 3. Тағы қандай тәттілер жейсіңдер? Біздің тәтті болса болды. Тәтті. Мысалға, енді. Шоколад, Тәтті болса болды болып тұр. Бұларға ешқандай разница жоқ болып тұр. Ол үшін бірақ сендер кішкене еңбектенулерің керек. Мен әшейін мұнда қоймаймын. Қызық болсын, сендерге кішкене ойын сияқты қылайын. Мен сендердің қазір үйлерінің бір жеріне, бір бөлмесіне тығып қоямын. Шоколадтарды сөйтіп сендер соны табасыңдар, қайда айтсам болады? Кухняға. Кухняға тығып қойды. Кеттік кухнядан істеп табайық. Осы жерді кез келген жеріне тығып қойды. Іздеп табыңдар. Шкафтардың бәрін ақтарып жатыр. Вау, Адия тапты. Адия бірден тауып алды ғой. Енді Адияны тапқан өзіне бер. Тағы бір жерге тыққаным бар. Тағы бір жерге тықыпты осы жерде Ақбота. Жастарды көрсеңдер болады. Ақбота деген тәтті үшін не істемеймін деп мынаның үстіне шығып кетті ғой. Масқара Ақбота. Кәне. Сразу табалыңдар, күшті. Кәне түс. Енді Қазақстан мен мармелад. Бүгін сендер тәттіге деген тоятын болдыңдар ғой, Енді бұнымен мен тәттілерім біткен жоқ. Тағы жейсіңдер ма? Керек па? Қолында тәтті тола, сонда да тағы жеймін дейді, деп қояды ғой. Онда оны басқа бөлмеден тұрамын, жүріңдер. Келесі тәттілерді мен далаға тұққым деп тұршы. Үйден емес, даладан іздеп көресіңдер. Бізге қаяқа тыққаны маңызды емес, бізге тәтті болса болды болып тұр. Любой жерден тауып аламын деп тұр Ақбота. Шкафтың үстіне шығып тауып алды ғой тәттілерді. Енді қиын жерге тықпасам, сырасы тауып алыңдар мына жерден. Мен далаға тықайын онда. Ал біз тәттілердің барлығын іздеу үшін далаға шықтық, қалың киініп алып. Ақбота айтады, осын ішінде болу мүмкін дейді, ол жақта жоқ. Іздеп жатыр. Жоқ па? Или бізді алдады ма екен, Ақбота? Арасын ба көрген? Жоқ бұл жақта да. Бізді өтірік алдады ма Ақбота? Адия, көрші, іздеші. Тәттілерді жасырып қойды. Клоун бізге тәттілер жасырып қойды, ізде. Қайықта тауып алдың ба? Жүгіргенге тауып алдың ба десем сені.
Қаннан арасына атып қою мүмкін ғой Ақбота. Арасына атып мүмкін қаны. Жоқ па? Мына жақтарда тастың арасына тықу мүмкін ба, мүмкін емес па? Тастың арасына тықамайтын шығар, иә? Қатты ғой. Тықса осындай бір жерлерге тықады ғой. Қане, о жақтарда жоқ екен. Мектен қызыл бірдеңке көп тұрған. Қызыл бірдеңке? Қаны? Шынымен қызыл салафанға салып тыққан ба? Ашып көрші, точно сондай ма ашы? Әшен салафан болып қалмасын. Вай, шынымен тәттілер екен ғой. Ішінде не? Чупа-чупс, ішінде шоколад, бәрі бар екен. Саған. Осы тәттілер жете ма сендерге? Или тағы шығаруларың келіп тұр ма? Тағы да ма? Мен алар тоймайды ғой тәттіге. Я қанша тауып шығарып берсе де тоймай жатыр. Кән сұрайық енді тағы да бір шығарып бере ала ма, шығарып бере алмай ма? Соңғы рет деп айтайықшы, шығарып бермеуі де мүмкін ғой Ақбота. Өтініп көріңдерші, Ақбота шығарып бере алатын шығар. Әлі ойланып тұр ғой. Жарайды, енді соңғы рет шығарайын бақма, одан кейін сұрамаңдар. Так, оны осы бөлмеге тық қойын, иә? Осы бөлмеге тыққан дейді. 1, 2. Осы бөлмеге тыққан дейді. Ал іздеуді бастаңдар. Адия шешінген жоқ әлі. Шешінбей ішке кіріп кетті. Жоқ па, гүлдің араларын, ортасын, түбін көре берсеңдерші. Әде ашты ба ана жер сол кезде жоқ болған еді иә? Или байқамай қалған ғой Әде. Ашып. Не бар екен? Мармеладтар. Күшті мармеладтар бар екен. Енді барлық тәттілер жейсіңдер ма? Міне мына жақта мыналар тойып жатыр. Жаңағы клоун берген мармеладтарға, тәттілерге нан ашып берейін ба? Ашып бер Ақбота. Қайсысы ұнады ішінен Ақбота, мармелад ұнады ма саған? Маған. Әдия мармеладты жаман қатты жақсы көреді, сондай жақсы көреді мармеладты. Бірінші мармелад айтты ғой бұл. Я ішінде көп оның. Ақбота енді шоколад десе ғой біздің Ақбота. Ақбота тағы не істей алады сұрайықшы, бізге түрлі тәттілер шығарып берді. Маған қызық болып тұр. Әдия тағы не істей алады сұраймыз ба? Давай сұрайық, ал не істей алады екен тағы? Тағы не істей аласың? Тағы өзім сияқты тағы бір клоун шығара алады. Тағы бір клоун шығара алады екен қасына өзі сияқты. Қалай болады екен ол? Қан шығарып көрші. 1, 2. Оля, қара. Ақбота тағы бір клоун шығарды ғой мына жерде, қара. 2 клоун шығарды. Қалай істеді наны? Ақбота. Күшті ғой мынау. Тағы да мен көп клоундар шығарып бере аламын. Шығарайын ба? Тағы да шығарам дейді ғой Ақбота. Тағы клоундар шығарам дейді ғой. Қайтып шығарады екен. Мә үйдің бәрі клоун басып кетсе не болады екен? Көп клоун болса. Қане көрейікші тағы бір клоун қалай шығара алады? Мына жақтан шығарайын. 1, 2, 3. Өлі, тағы бір клоун шықты. Мен клоундар мекенінен келгем. Бұдан да көп клоундар шығара аламын. Өлі, бізге көп клоун керек емес. Үйіміздің бәрі клоун басып кетсе Әдия жаман ғой, иә? Иә. Одан да керек емес. Бізге ана 2 клоунды жоқ қыл деп айтамыз ба Әдия? Давай 2 клоунды жоқ қыл деп айтайықшы. Үйіміздің бәрі клоун басып кетсе жаман ғой, иә? Оның арасында жаман клоундар да болады. Одан да бізге 1 клоун жетеді, иә? 2 клоунды жоқ қылып жіберші кән. 1, 2, 3. Енді нарта жоқ қылайын. 1, 2, 3. 2 клоун жоқ болып кеткен жақсы болды, иә? Енді мына клоунға не айтсақ болады? Қандай тілегімізді орындатсақ болады тағы? Тәтті нәрсе. Тәтті нәрселерді айтып қойдық жаңа, тәтті нәрселер шықты ғой. Тағы тәтті нәрселер айтамыз ба? Давай, тағы не жегенге батыр Әдия? Мармелад. Мармелад жегізге батыр екен. Бағанағы мармеладқа тоймапты Әдия. Тағы да мармелад жейм дейді ғой. Давай біз айтайықшы клоунға мармелад. Саған сен не айтасың? Мен мороженое. Бөлі мороженое жегізге батыр. Мынандай суық күнде шығарып бере аламын екен. Көрейікші кәні. Айтайық. Кәне. Бөлі жоқ болып кетті ғой. Ақбота? Жоқ. Өлі қайда кетті ол Әдия? Біз бізбен мороженейміз не болды? Жоқ болды ғой. Клоун жоқ болып кетті достар. Бізге уақытша келген клоун екен. Біз демек
болды, видеоны ары қарай бітіреміз, иә, ары қарай қызық болмайды ғой өйткені. Ал достар, осымен біздің видеомыз аяқталды. Сіздерге видео ұнаса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.